не істеп отырсыңдар сен топалап? Көріп отырсыз ғой, түнгі студия көріп отырмыз. Сағат 12 болды, жатпайсыңдар ма? Күндіз көресіңдер түнгі студияны. Күндізгі студияны көреміз. Ей, қазір даланы жинау бағдарламасы басталмағанша тез-тез жатыңдар жайларыңа. Ал сендерді мамаларың шақырып жатыр, қайтыңдар үйлеріңе. Көріп отырғанша прямо эфирға кірмейін ба, достарым күтіп жатқан шығар. Сәлем достар, қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар? Біз сол отырмыз. Қазір мен сіздерге бір нәрсе айтамын, жарама. Мен сіздерге айтатын сөзім қайырлы түн. Қайырлы түн деппін ғой. Пока. Сен не түнде шапалақ деп шықтың? Сен не түсіңде төбелестің ба не? Или шапалақ студиясына бардың ба? Сендер де біліп отыр екенсіңдер ғой. Мен түсімде түнгі студияны Нұрлан Қоянбаев емес, мен түсіріп отыр екем. Не ол? Күндіз түні Қоянбаев. Соны айтам да, тегі өздерің армандап, қиялдап жүре бермей, кішкене болса бір әрекет етсеңдер болады ғой. Дұрыс айтасың, соған кел, біз өзіміз үйімізде киностудия ашайық та. Мынауындай невозможный нәрсе ғой. Неге? Невозможно нәрсе жоқ. Мен сендерге көмектесем? Әпке, егер де сіз көмектесеңіз, невозможный нәрсе жоқ қой? Достар, правильно говорю, все, погнали отсюда. Бізге ол үшін YouTube канал керек. И камера керек. Соның бәрін мен ұйымдастырам. Қонаққа кімді шақырамыз? Бірінші шайшик қонағын қоя тұр табылады. Жай табу керек студияға. Давайте шайшик бірінші. Есік тақылдап кірсең де қайтеді? Тақылдататын саусақ жарамайды, кеше қолымды есік қысқап еді. Бір жерлерін қысып жүрсеңдер, ештеңе болмайды еді. Пән? Не жер ма? Жоқ. Ауыра ма? Жоқ, ауырмайды. Вообще ауырмай ма? Вообще ауырмайды. Есік мына қолымды қысқан ғой, негізі. Онда ана қолыңа неғып байлап алғансың? Бұны анау Бензема деген футболист еліктеп байлап алған. Бензема, неғып жүрсің? Негізі мен маңызды мәселемен келдім. Есік алдында арғы көшенің тұрғындары тұр. Не дейді олар? Не дегенде сол көше мәселесі ғой. Көшені қашан жөндейсіңдер, жақында мектеп басталып, балалар мектепке бару керек деп мұң-мұқтажына бесік алдына келіп отыр. Барда, қайта жүр. Қайта жібермей, мен кеп қалды өздері. Шығасыз ба? Тілей. Міне, осылай. Мен жоқ деп. Жоқ болғанда. Ал сарағатсындар бізге әкім керек. Не мәселемен келдіңіздер? Әкім балаға жолығатын мұқтажымыз бар. Әкім керек. Бүгін әкім орнында жоқ еді, айып етпеңіздер. Ол кісі қашан орында отырып еді, отырмай ма орында? Біз тек сол кісіге келдік. Айтамыз, барлығын шешеміз, сіздер сабыр сақтасаңыздар болды. Әкім өте жақсы кісі. Кеше ғана өзін жамандап жүрем ғой, әкімді. Жаман. Қой олай демейміз, жала жаппаңыз. Мен әкім жамандаған жоқпын, мынау көшенің басында әкімбай бар ғой, Алқаш. Соны айтқан ғой. Далада көлігі тұр ғой, машинасы. Көлігі тұрғанда әкіміміз қазір велосипедпен жүретін болған. Халықтың жағдайын қатты ойлайтын әкім болды ғой. Дұрыс. Велосипедпен жүр. Жаңа ғана айттым ғой, жақсы әкім деп. Өте жақсы әкім болды. Мосырлар тұрады, айлап жылдап. Ол алынбай. Оған жауап берсін әкімдер. Түсіндім, апа. Ол ауылдағы барлық мәселені ол сабыр арқылы шешеді. Сіздер еш уайымдамаңыздар, сыртқа шығып сөйлесек, жүріңіздер. Жүре қойыңыздар, сыртқа шығайық. Студияны осы жерде ашамыз. Сол үшін қазір сендер ұйымдасып бәрін білген. Әжем бәрін тап-таза қылып істеңдер, маған тазалап бермей мына жерді. Сосын мен сендерге не істейтіндерін. Хорошо?
Қаяқтан өттің? Я, магазин алдынан өтесің ғой. Мектепті көрдің ба? Сразу солға бұрыласың, өткеннен кейін мектептен. Таксимен келе жатсың ба? Мен тұрмын сыртта. Көрдің ба? За рулем сенсің ба? Сен машина кетіп болып қалғансың ба не? Келе бер, келе бер. Қалайсың? Қалайсың? Жақсы жеттің ба? Я, зор. Ауылдарын кіргеннен бастап күшті екен ғой, табиғат деген. Ауылда көрген жоқсың ғой, жөндейін. Қазір үйде ат бар, білесің бе? Көресің бе? Ат? Я. Мен көрмегенмін, бірақ қатты білмеймін. Қорықпай үйретемін қазір. Шай ішіп алайық. Мен киімді ауыстырайын. Давай, кір. Мен дарбазаны ашып келемін. О, Көке, қалайсың? Жәке, ассалаумағалейкум. Сені іздеп шығып едім. Дұрыстық па, Жәке? Жұмысыңа іздеп барсам жоқсың. Звондасам, телефонды алмайсың, бәрі өшік. Ой, сізде бір қатар атегіз, Жәке. Жұмысқа отыратын уақыт жоқ. Таңның атысы күннің басы міне, жүрісіміз осы. Обед ішкенде жоқпыз. Не болды, тыныштық па? Тыныштық болғанда соң қорадан бір қошқар ұрлап кетті. Бірақ қошқарды ма? Бірақ қошқар емес шығар. Енді бірақ қошқар емес қой, 20 қошқар ғой, соның ішінен бір ең семізін әкетіп қойған ғой. Қанағаты бар ұрылар десеңізші оны, қанағаты бар кім бар еді ауылда? Оны Жәке бүйту керек қой. Аптекаға бару керек. Аптекаға барып, асқазанды қорытатын дәріні кім алды? Соны бірінші білу керек. Ол не үшін ол? Енді өзіңіз айтып отқан жоқсыз ба? Семіз қой деп. Қойдың еті біріншіден ауыр. Екіншіден оны жеген адам асқазанды қорытып болғанда дәрі ішпегенде не ішеді? Ой, сен әбден российскиймен көріп, соған не қылып. Сен маған қой. Жәке, асығыспын. Қағазын бер, мен арыз жазайын. Жәке, асығыспын. Қурдаққа шақырып еді, жоға кетіп баратыр. Қайда барасың асығып? Бауыржан класстасың дейі. Қурдақ шақырған. Ертең білесіз ғой, балдарына сүндет өткізіп отыр. Ол қандай қурдақ ол? Не болды, Жәке? Жаныңыз қалмады ғой. Жылғының еді. Сіз бүйтсеңізші, WhatsApp-қа лақтырсаңызшы. Ең де осы. Бақма, Жәке. Ой, қағазын берсе арыз жазайын. Так, балдар, бұл сендердің бірінші бағдарламаларың. Сол үшін жөнделіп тұрсыңдар. Ағаға поддержка беріп отырыңдар, түсіндер ма? Қа бастаймыз. Так, болды. Бәріңізге сәлем. Сіздермен Сымбат және де балдар. Біздің бірінші бағдарламаға қош келдіңіздер. Нау шашылып жатқанға қарамай қойыңыздар. Срога не осуждайте дегендей. Біздің бүгін қонағымыз кім деп ойлайсыңдар? Ол өте танымал. Ол ағамыз TikTok'та танымал болып кеткен. Смәкта деген есіммен. Смәкта? Я. Сол ағамызды қонаққа шақырамыз. Саламатсыз ба, Смәкта аға? Сізге қоярым басты бір сұрағым, өзім де ойланып жүргем. Шын есіміңіз кім? Мейрамбек. Мейрамбек аға. Таныспайық. Осы сіз бимен танымал болдыңыз ғой. Осы биге қалай келдіңіз? Бала күнімнен. Бала күніңізден? Иә. Биге қатысасыз ба? 7-ші классынан қатысам. Бәсе, күшті билеп қоясыз өзіңіз. Сіз танымал болғаныңыз ол TikTok арқылы. Сол TikTokқа қалай келдіңіз? Неше көрерменіңіз бар? 2000-дай. 2000 көрерменіңіз бар ма? Күшті.
сол көрерменнің арасында мен бармын негізі. Өтірік сұрақ қоя салдым ғой. Осы біздің бағдарламаға, бала шағаға қолдау көрсетіп, бір билеп қойсаңыз, рұқсат болса. Сабыржан Маратұлы, естідіңіз бе? Нені? Есік тақылдатқанымда чет көрдім ғой сіз айтқандай етіп. Молодец. Рахмет. Я жүрсін. Негізі мен маңыз шаруамен келдім. Құрдық. Құрсаң өзің құр? Жоқ, сізге түсіндіре алмадым ау деймін. Ауылда журналистер жүр дейді. Кім? Журналистер. Журналистер не істеп жүр біздің ауылда? Мен білмедім, бәрі хабарласып журналистер жүр дегеннен кейін Сабыржан Маратұлы ең жақын өзім ғой деп асығып келгем ғой. Ауылдың чатына тез жазшы. Кімде кім ана журналистерге әкімді мақтап жазатын болса, соған бір қап ұн де. Ал жамандаса ше. Ұн жоқ де! Бір қап ұн деген бірді санмен жазайын ба? Дауыспен голосовой жаз. Бұл болды. Сен көріппен келдің бе? Иә. Мен сенің машинаның артына отырайын. Ауылды айналып шығайық. Кім ана журналистерге не деп сұхбат беріп жатыр? Соны бақылап қайтайық. Жүріңіз. Құрметті тұрғындар. Жұмсақ жаз. Құрметті ауыл тұрғындары. Сіздің әкіміміз. Здравствуйте, можно я вам задам вопрос? Ой, айналайын, сұрай бер. Как вас зовут? Менің атым Люида Арстановна. Откуда вы знаете казахский язык? Өйткені жас кезінде мен бір қазақ жігітіні жақсы көріп қалдым, үйрендім. Что по таким красавчикам, как и я? Иә, саған ұқсаған өте әдемі бала еді. Как вам живется в ауле? Біздің ауылымыз жақсы, өте жақсы тұрамыз ауылда. Все, спасибо, до свидания. Поставейін ба? Жоқ, поставер. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Мен сізге алғашқы қоятын сұрағым, неше балаңыз бар? 3 бала, 4 қызым бар. Және де неше немерелеріңіз бар? Немерелерім 23. 23 немереңіз бар, иә? Осы ауылға жаңадан әкім келгелі, ауылда не өзгеріс байқадыңыз? Ауылға жаңа әкім келгелі өзгерістер байқалмадым. Жол салынған жоқ, газ келген жоқ.
шаруалар онша дұрыс емес. Көп рахмет. Болды. Саламатсыз ба, апа? Бір сұрақ қойсам бола ма? Саламатсың ба? Иә, қоя қой. Дайынсың ба? Дайын. Онда давай түсір. Өзіңіздің айлығыңыз өзіңізге жете ме? Ой, балам, бірде жетеді, бірде жетпейді. Қазіргі әкімдер сізге ұнай ма? Балам, ауылға қараса әкім ұнайды, қарамаса қайдан ұнайды? Болды, бітір. Красавчик. Саламатсыз ба? Сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Болады, жан. Әйтпесе, жүріңіз камераға жақындай. Жүре ғой. Дайын ба? Сізге сұрақ қояйын. Біздің ауылға не жетіспейді? Ауылға біріншіден су жоқ, газ жоқ. Азына жолдың жағдайын көріп тұрсыңдар. Балдар алаңы мектептегі. Сол айта берсең кемшілік көп қой балам ауыл жерде. Рахмет сөзіңізге. Стоп. Болды ма? Жаңағылар кім болды? Не істеп жүрсіз? Басеке түсінсем бұйырмасын. Кішкентай балалар сияқты. Бірақ жүрістері суыт. Істеп жатқандар қорқынышты. Аналарың журналистен бетер. Соны біреуден білу керек. Кімнен білсек болады екен? Анау участковый қайда жүр? Білмеймін, оны ауылда жүрген шығар. Жүрген шығар, күлген шығар, отырған шығар, жүрген шығар. Хабарласайшы. Біл, не үшін жүргенін нақты білсін. Кім деп сақырайын етемін оны? Ей, іздегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар деген өзі де келе жатыр ба? Осы бейшараның еңбегі адал. Мына белсебетпен жүргеніне 10 жыл болды. Ауданға да шапқылайды, ауылға да барады. Осыдан бір бюджеттен ақша бөлсем бар ғой. Осыған бір жаңа белсебет әперем. Бюджеттен кемемесінде машина күтіп ем. Мынауың қатты келе жатыр ғой. Тоқтатсайшы. Кука. Ой, Кука. Кука. Сержан, қалайсыңдар? Тоқтамайсың ғой. Көрмей қаптым. Көрмей қалады. Велосипедін тонировка құрып алғансың ба? Ой, мен жұмысым түсінбейсің ғой сен. Тыныштық па, не yapıyorsundur? Таныш, сөйлесем де артта Басекең отыр. Біздің атын ба? Орамал жоқ басты ғой. Басекең ба? Басеке, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жүрсіздер? Алейкум ассалам. Тыныштық болмай тұр ғой. Не болып қалды? Тыныштық болмай тұр ғой. Ана ауылда журналистер дей ма? Журналистер? Кішкентай балалар ма, майда пашақтар ма түсінбеймін. Бір нәрсені бүлдіріп жүр. Біздің ауылда ма? Біздің ауылда. Сол әркімнен бір сұхбат алып жүр. Сон бір білші нақтылап. Оны қаяқтан естіңіз? Көзбен көрдім. Сен сияқты құлақпен естімеймін. Болды. Жарайды. Қыздар, сәлем, қалайсыңдар? Баса көктеп ұрып баратсыңдар ғой, әй-шәй жоқ. Келіңдер. Біз тимейден кейін едік, әкім керек еді бізге. Әкім әбеттен кейін болады, өзінде. Не болады, шулап атыстар ғой. Саламатсыздар ма? Бізге әкім керек еді. Ол кісінің бүгін бір шұғыл шаруалары болып тұр еді. Келе алмай қалды, өкінішке орай. Маған айта беріңіздер, мен әкімнің орынбасарымын. Сіз әкімнің орынбасарысыз ба? Енді охранниктің орынбасары ма еді қарындас? Сіздер кімсіздер? Мен осы ауылдың қызымын. Алматыдан оқып келгенбіз. Мен однокурсникім мөлдір. Жақсы. Менің есімім Сержан. Қандай көмегім қажет? Біз журналистикада оқимыз, соған бір бағдарлама жасасақ деген еді. Жақсы. Сұхбатқа әкім шақырсақ. Шақырсақ емес, келсеңіздер жақсы болар еді. Түсінікті. Бұл мәселені мен әкімге айтайын. Біз ақылдасайық. Егер ол кісі келіскен жағдайда қашан бару керек? Қай күні болады? Бүгін мектептің артындағы үйде 17:00-де болады. 17:00-де дейсіз ба? Бүгін.
Жақсы, енді ақыры келіп қалған екенсіздер ару қыздар. Мен әкімді көндірем және алып баруға уәде беремін сіздерге. Рахмет сізге үлкен. Жақсы. Күтеміз сіздерді. Иә, күтетісіңіздер. Соска қыздар екен, Сосинка. Сабыржан Маратұлы, мен ойландым. Сізге бір жақсы хайп керек. Дұрыс айтасың. Бір кайып керек. Ауданға барып ішеміз бе? Ішкеніңіз, не айтып тұрсыз? Кайп емес, хайп керек дейді. Хайп деген не ол? Хайп деген танылу. Сіздің жасап жатқан еңбегіңізді аудан емес, республика білу керек кәдімгідей. Бағдарламаларға бару керек. Бағдарламаларға бару керек. Сол жерде барлық жасап жатқан еңбегіңізді айту керек. Халық соны білу керек. Қазір білесіз бағдарламада кім көрінгендер барады? Блогерлер. Оның орнына өзіңіз сияқты тұлға бару керек. Сенің басың істемейтін кезде істеп кетеді. Негізі дұрыс айтасың. Бару керек. Бірақ қайда барамыз? Ол жағын уайымдамасаңыз. Ауылда балалар бағдарлама түсіріп жатыр ол. Қойш. Ана бағана жүрген майда башақтарды айтып жатсың ба? Оларға бармайым. Кекетеді, мұқатады. Керек емес. Жоқ, ондай болмайды. Сізді жамандамайды. Тек жақсы жағыңыз айтады. Мен сөйлесіп қойған барлығын. Иә? Бірақ мынандай әкім басымен сол майда балдарға сұхбат беріпті деп ел күлмей ме ертең? Сабыржан Маратұлы, көп ұзамай әкімнің сайлауы келеді. Ертең сайлау алды бағдарламаңызда Қызылту ауылының әкімі еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін көңіл бөліп жүр екен дейді. Әрбір адаммен жеке-жеке жұмыс жасайды екен. Осыған қайттан дауыс берейік деп өзіңізге плюс болады ғой. Соны ойлап тұрмын ғой. Сен басың істемейтін кезде істеп кетеді. Сені орынбасар қылып алғаныма қуанамын бір кезде. Дұрыс, қаншада? Бүгін кешкі сағат 17:00-де болу керек. Олай болса анау дәрігер, участковыйдың бәрін айтып қой. Өздері кеп отырсын. Әркім сұрақ қойса, әркім өз маманы бойынша жауап берсін. Мен де болайын ба? Бол. Болды, түсіндім, келістік. Так, балалар, қазір қонақтар келген кезде тупить етпей жөнделіп сөйлейміз, хорошо? Оператор, сіз де жөнделіп түсіріңізші. Сіз де жөнделіп ойнаңыз. Екінші дубль жоқ. Жөнделіп түсіруіміз керек. Бірінші мен сөйлеймін ба, сен сөйлейсің ба? Жоқ, өзім сөйлеймін. Так, сөздерін дайындап отырсыңдар ма? Жөнделіп отырыңдар. Ан, келатыр. Ол тағай балдар отырыңдар. Ал, қош келдіңіздер. Отырыңыздар. Камера дайын ба? Қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма? Ал, құрметті Сабыржан Маратұлы. Қош келдіңіздер біздің студияға. Қош көрдік. Мына студияларыңыз керемет екен. Менің еңбегімді елеп, ескеріп, осы жастарға үлгі болсын деп шақырғандарыңызға рахмет. Енді ауылда шөп таппай жүрсек, шөптің бәрі мұнда екен ғой. Я, ендеше бірден сұраққа көшсек. Я, дұрыс айтасың. Әкім мырза, біздің сізге қоятын сұрақтарымыз бар. Рұқсат берсеңіз қояйық. Рұқсат, қойыңыздар. Құрметті Сабыржан Маратұлы, осы сіз басқарып отқан ауылдың халық санын қанша екенін білесіз бе? Енді кеше ескерткендеріңізде бәрін санап келетін едім. Нақты білмеймін. Енді көп қой, шүкір. Рахмет. Әкім мырза, мынау сұраққа мен нақты жауап білгім келіп отыр. Биыл бюджетте 24 миллион 549 мың 41 теңге болды. Ал қазіргі таңда 37 ғана пайызы бар. Қалған ақша қайда? Енді оның бәрі нақтана жұмыста жазылып тұр. Қалған бәрін жолға жұмсадық қой. Келгелі бері бір сұраққа дұрыс жауап бермедіңіздер ғой. Ауылымызда өзі 11 ақ жол бар. Оның 2-еуі жөнделген. Иті ол 2-еуін бұрынғы әкім жөндеген. Қалған 9 жолды қашан жөндемексіздер? Сен мына жерде мақтайды, дәріптейді дедің ғой. Не сұрақ мынау? Мен өзімді білген жоқпын. Былай бағдарламадан іргеме жауап бере беріңіз, кейін камераны алып удалить жібереміз бәрін.
Точно ма? Уайымдамаңыз, жауап бере беремін, тоқтап қалмаңыз. Информацияны бәрін қаяқтан алып алған. Біз жауап күтіп отырмыз. Қалған 9 жолды қашан жөндемексіздер? Енді сол жолдың бәрін осы аптада істейміз. Осы бір аптада. 9 жолды бір аптада қалай жөндемекшісіз? Енді бір апта болмаса да енді 9 күнде бітіреміз. Мына елдің алдында, мына камераның алдында уәде беремін. Уәдеңізді көреміз. Енді сізге қоятын біздің балдардың сұрақтары бар еді. Бағанадан бері жол деп атсыздар. Сол жолды қай компанияда шығарады және де компаниялардың аты қандай? Соны білгім келеді. Жарайды. Орынды, әдемі сұрақ. Мен мынау енді уақытыма байланысты басқа жақта срочно шақырып жатыр. Оған менің мына орынбасарым жауап берсін. Жарай ма? Жөндеп жауап беріңдер. Ренжімеңдер, мен асықсым, Менің участковый Кука мырзаға сұрағым бар еді. Кука мырза, сізге осы велосипедпен жұмыс істеу ыңғайсыз емес пе? Қылмыскерлерді ұстау жағынан қалай дегенде ғой. Рахмет. Қиын ештеңесі жоқ. Қайта тупик, бізде ауылда тупик көшелер көп қой. Сол тупик көшелермен велосипедпен жүрген ыңғайлы. Зато қылмыскерлерді ұстауға мүмкіндік бар. Рахмет. Тағы кімде сұрақтарыңыз бар? Маған қойылатын. Жедел жәрдем мәселесін қалай шешпексіздер? Шақырған жерге уақытылы келмейді. Бұл жедел жәрдем деген біздің қазіргі таңда күн тәртібінде тұрған бастапқы мәселелердің бірі. Бұны біз тез арада шешеміз. Сіз күткен уақыттан да ертерек реттеп береміз деп уәде береміз. Біздің мектепке қашан компьютер алып келеді? Балақай, сен компьютер меңгеруді жақсылап үйреніп ал. Біз мектебіңізге міндетті түрде компьютер алып келеміз. Ағай, менің әкеме жұмыс тауып бересіз ба? Тауып береміз, балақай. Уайымдама. Мектептегі тәртіпсіз бұзық балдарға кім жауап береді? Оған біз қадағалаймыз, ұстаздары да үйретеді, ата-аналарына айтатын боламыз. Бұдан былай ешкім бұзық болмайды. Біздің доп ойнайтын стадион жаңартылады ма? Міндетті түрде жаңартылады. Бұл стадион көп ұзамай сіздер жаңа алаңда доп тебетін боласыңдар. Сократите оплату садика очень долго. Очень хороший вопрос, мальчик. Садитесь. Бұл балабақша дегенді негізі үлкендердің, ересектердің сұрағын күттім. Бұл барлығы арзандайды. Біздің ауылымызда қымбат ешқандай балабақша болмайды. Менің сөзім жоқ. Өтініш, біздің апайымыздың айлығын көтеріңіздерші. Әйтпесе бізді ұрса беріп, неріп болып шаршап кетті. Бұл енді ұсыныс болып тұр ғой. Балақай, біз енді сіздің ұстазыңыздың ғана емес, барлық апайлардың, ағайлардың барлығының айлығын бірден көбейтетін боламыз. Менде ешқандай сұрақ жоқ. Менде бәрі жақсы, шүкір. Жақсы болсын, барлығы жақсы болсын. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келгендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар. Тойланып кетіпсің, тыныштық па? Тыныш. Білесің ғой, ертең сайлау, ары-бері соның жұмыстары бас қатып. Қойшы сол сайлау. Аты ғана қойшы. Ертең Сабыржанның өзі әкім болса. Оны білмедім. Ауыл рахат қой, қараш. Судың жағасы, ауылда өстік. Ауылдың қыр-сырын бәрін білеміз. Сол әкімдікке өзің болсаң, тіптен керемет болар еді. Қатты қуанар ем. Оны уақыт көрсет, Кука. Уақыт емші барлығына. Миың демалған шығар. Жүрейік. Ертең сен қай сайлау учаскесіндесің? Ауылда бірақ участок бар емес пе? Иә.
иә түсіндім. Ол мәселе міндетті түрде қараймыз. Иә, стадионның құрылысы басталып кетті. Аха, жақсы, сау болыңыз. Сержан қалайсың? Қолыңды тарт. Біріншіден сержан емес, сержан Әбілқайырұлы. Қызылту ауылының әкімімін мен. Сен әкімнің кабинетіне келіп тұрсың. Ой, қойшы. Отырғаным көп те болған жоқ қой. Қалай не болды? Мәдениет қайда? Адам әкімнің кабинетіне кірген кезде есік тоқылдатып кіреді ғой? Әлде қолыңды есік қысып қалды ма? Сен сияқты Бензема дейсің ба? Саған айтайын, кіріп, есік тақылдат. Сержан, сен серьезно айтып жатсың? Иә, бар, есік тақылдатып кір. О, енді кіре бер. Ассалаумағалейкум, Сержан. Әбілқайырұлы. Әбілқайырұлы. Иә, не мәселемен келдіңіз? Мына кабинетіңізде бір-екі затым қалып кетіп еді. Не заттар? Ана телефон қуаттағыш. Телефон зайы. Ол ма? Сосын мынау қалам. Сосын мынау өшіргіш. Ол? Сабыржан, қаншама жыл осы ауылда әкім болып тұрдың. Осы ауылдың нанын жедің, суын іштің. Ауылдың сонша ақшасын жеп, бір қалам алуға ақша таппадың ба сонда? Ақшайын басеке. Әкім кезінде жұмыс өтедің, әлі сондай екенсің ғой. Сержан, ертең кешкі сағат 7-дегі жаңалықтарды міндетті түрде көріңіз. Не үшін? Аудан әкімі. Әйелім ет асып жатыр. Қазір 10 минутта дайын қылады. Өзім ол уақытынша әйелі бола тұрамын енді. Шай құйып. Қайсыда болған жоқ дәуір. Сержан, сен ауылға әкім болғалы ауыл қатты қуанып жатыр. Баяғы Сабыржан да жаман адам емес негізі. Мүмкін біздің ауылдың тұрғыны болмағаннан кейін жаны ашмаған шығар. Бірақ уайым кәдімгідей. Баяғыдай ұйқы жоқ. Не болып қалады екен деп ойланасың. Ар тартсаң ар басынады, бер тартсаң өгіз өледі деген сөз бар ғой. Соны арбаны сындырмай, өгізді өлтірмеудің амалы ғой. Барлығы жұмыс, ертең әйтеуір жұмыста айқайлап жатсам ренжіп тырысып қалып жүрме. Орыстар айтады ғой, дружба, дружба, служба, служба деп. Түсінемін ғой, Сержан. Бірақ ауыл саған қатты үміт артып отыр. Өзім уайымдап өткіңіз, одан бетер уайымдата бермеші осындай сөздерді айтып. Бір бала кезіміз. Қазір былай істейік. Жақсылап ет жеп алайық. Одан кейін балалық шағымызды еске алып атқа мінейікші. Атқа? Иә. Мына киіммен ба? Не болды? Сен де жұмыстасың, мен де жұмыстамын. Мен де дәл осылай атқа мінемін. Осы түсінбеймін атқа мінетіндердің киім таңдайтын ше. Етке тойып алайық бірінші. Одан кейін. Тамақ қоя тұр. Ат болса, Бірінші тамақ жеп алайық. ой, тамақ бар. Дайын болып тұр ғой, Құлқа. Ай, асығыс әйтеуір.
айттым саған осы киімді ауыстырып алайық деп. Ештеңе етпеді. Менікі де жетісіп тұрған жоқ қой. Сасып барам ба енді жұмысқа? Жұмысқа осы формамен бармай-ақ қойшы. Не киіп барам жұмысқа? Ай, қазір бір минут. Айда! Саған ба? Маған ба мынау форма? Мына форманы телевизордан көретін мен. Қашан телевизордан көре бересің? Bir жарқырап өзің киіп жүрші. Шіркен, бізге де форма кию бұйырады екен ғой. Иә. Рахмет еді досым. Осың күнде әкім болып жатқан жоқ қой. Bir жарқырап киіп жүрші. Рахмет еді, кепкісін қарасай. Құр рахмет болмайды. Қазір біз... Маған велосипедімді берсей. Не үшін берем саған велосипед? Велосипед теуіп кішкене арықтымызды қарым кетіп барады. Ой, арықтайтын болсам, мен ақ арықтырым ғой. Әйтеуір бергің келмейді. Енді досым болғаннан кейін берем, мен ақ жаяу жүрейін жұмыста. Керек емес. Жұмысқа жаяу келмей-ақ қойшы. Велосипедпен де келмей-ақ қойшы. Немен барам енді? Ал, бюджеттен бөлінген ақшаға саған су жеріне көлік алып қойдым. Шын ба? Көліктің өзі акиматтың алдында тұр. Кәдімгі мынау деп жүретін машина ма? Досың бар ма деген осы ғой. Рахмет досым, қуантып қойдың мені. Болды, жүр енді. Үйге кіріп етшейік. Жүр, көріңіз. Сымбат, ана видеоларың ұнады. Қатты хит болып жатыр ғой. Ол билеген жігіт кәдімгі тойға шығып кеткен. Жақсы бастама бүкіл Қазақстан көреді. Бірақ бұндай нәрсеге тек көңіл нәрсе емес. Сендер біздің ауылдың әкімін түсірсеңдерші. Әкім? Ол кісі келмейтін шығар. Сендер ол жағын уайымдамаңдар. Мен әкім туралы бүкіл информацияны реттеп, сұрақтарды өзім дайындап беремін. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. 2 сағаттан кейін акиматқа келіңдер. Сымбат қыздар естерінде болсын. Бірақ сендер мені, мен сендер танымаймын. Түсінікті ма? Жарайды, күтем. Сәттілік. Жайғарып қаламыз ба? Қаламыз ба? Ауылға жүр десем, менімен барасың ба?